Мантының қамырын пысық кескеншектер алдын ала жайып тоңазытқышта қатырып сақтап қояды. Сіздер де солай сақтап көріңіздер, кез келген уақытта жасай бересіздер шығарып. Ал енді Эвлюкс текстиль магазинінен алған сыпыра наборымды көрсетейін. Бұл жерде үлкен жаймаға арналған, кішкентай шелпекке арналған сыпырасы бар, оқтауға арналған қабы, басқа арналған лента, әдемі үлкейіп кішіретін алжапқышы бар. Дәл осы дүкеннен өзіңіз қалағандай кез келген сыпыраның түрін таба аласыздар. Бағалары қолжетімді және жеткізуде бар. Ал енді қамырына жұмыртқа, тұз, су және аздап сұйық май қосып, қатты қамыр илеп, осыны бір 40 минуттай тындырып қоямыз, арасында бір басып қоямыз. Енді тынған қамырымызды жаюға кірісеміз. Дәл осылай ыңғайлы етіп басып алсаңыздар болады. Қамырымыз әдеттегідей қатты жұқа да емес, қалың да емес, орташа етіп жайып аламыз және ыңғайлы болу үшін қағаздан 10-11 см көлемінде кесіп, бір тегіс болу үшін барлығын осылай кесіп аламыз. Мұздатқышқа қатыру үшін бізге кәдімгі без ручки пакетиктер керек болады. Соның кәдімгі үшеуін алып, соның үстінен дәл осы кесіп алған жаймаларымызды қойып шығатын боламыз. Қазір міне видеода көргендеріңіздей арасына ашықтық қалдырып барлығын қойып, қайтадан пакетпен жауып, үстінен тағы да осылай жаймаларымызды қойып, енді орап шығамыз. Және бұны қатыру барысында асты тегіс жерге қою керек, астына тақтай қойып морозильникке қатыра берсеңіздер болады. Пайдаларыңыз жарасын, міндетті түрде жасап көріңіздер және уақытыңызды да экономдайды.